Сәлем қыздар, бүгін сіздерге турецкий смиттің рецептісімен бөлісемін. Алдымен ыдысымызға жылы су құямыз, оның үстіне құрғақ трош және де 2 ас қасық шекер, 1 шай қасық тұз және де 1 жұмыртқамызды салып, вилкамен жақсылап осы сұйық массамыз біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте електен өткізілген ұн саламыз. Қамырымыз өте қатты жұмсақ болмау қажет. Орташа қаттылықта қамыр илеп, бетін жауып, жылы жерге қалдырамыз. Сол аралықта күнжітімізді қуырып аламыз. Табаға ешқандай май құймай, қызып тұрған тавада жақсылап араластырып отырып, осылай қызарғанша қуырамыз. Келесі кезекте жаңағы дайын тұрған, көтеріліп дайын тұрған қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Егер қамыр қолыңызға жабысып жатса, қолыңызды азғана майлап жіберуге болады. Содан соң осы видеода көрсетілгендей, екі қамырымызды бірдей ұзындықта осылай созып алып, смиттің формасын шығарамыз. Содан соң ыңғайлы ыдысқа салқын су құямыз және де жаңағы қуырылған